Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметтің кеңейтілген отырысында әлеуметтік экономикалық даму мәселелеріне қатысты бірнеше дерек келтірді. Президенттің дерегі дұрыс па? Бірге зерттейік. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Тақырыпты зерттемес бұрын каналға жазыл және лайк бас. Осылайша біздің видеоларымызды басқа да көрермендерге таныстыруға ат салсасың және шынайы тексерілген деректі бізден оқы. Президенттің кеңейтілген отырыста келтірген дерегі мынау. Инфляция соңғы 14 жылда болмаған деңгейге жетті. Қазір бұл көрсеткіш 19,6%. Мұндай ахуал жұрттың табысына және әл-ауқатына кері әсерін тигізіп отыр. Тоқаев келтірген дерегі рас. 2022 жылғы қараша мен 2021 жылдың дәл сол айындағы инфляция көрсеткіштерін салыстырғанда 19,6%-ке жеткен. Әрі 14 жыл ішіндегі инфляция деңгейінің көтерілгені де шындық. Енді келесі мәлімдемені талдасақ. Другие крупные производители под разными предлогами отказываются подписывать соглашения по поставкам на внутренний рынок. Основной объем продолжает уходить на экспорт. 87% алюминия, 98,8% меди, 77% свинца. Мемлекет басшысының қай уақытты меңзегені белгісіз, алайда президенттің келтірген дерегі шындыққа жақын. Себебі Сауда және интеграция министрлігінің редакциямызға берген ақпаратына сай, 2022 жылдың 10 айдың қорытындысында елде өндірілген алюминийдің 73,9%, мыстың 99,4% және қорғасының 69,3% экспортқа жөнелтілген. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда.